Әртістің көлігі әртіске бұйырды. Дариға Бадикова ұйымдастырған ұтыс ойыны дауға ұласты. Халық болып жиналып, Дәркенге көлігін сыйлады. Көпшілікке келін жандағы Айсара рөлімен танылған актриса Дариға Бадикова ұтыс ойынын ұйымдастырып, 3333 теңгеге билет сатып, жеңімпазға өзінің Ақмаржан атты темір тұлпарын сыйлауға уәде еткен болатын. Күні кеше жоспарлаған ұтыс ойыны өтті. Дариға Бадикованың Ақмаржаны Дәркен Есімбек есімді актерға бұйырды. Дәркен ел ішіндегі елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың дауысын салатын пародист ретінде танылған. Актриса Дариға Бадикова ұтыстың әділ өткенін айтып, желідегі парақшасында жазба жариялады. Құдайдың алдында аппақпын. Арам пиғыл жасамадым. Бұйырған кетпейді. Қуаныштың көз жасы. Сенбей жатқан кісілерге айтарым, сенімсіздік өздеріңізден кетпесін. Дәркен тек игілігіңе мінші. Менің зәрем ұшты. Сырттай әдейі ұйымдастырған сияқты көрінген болар. Бірақ мен Дәркеннің кім екенін білген жоқпын. Сенсеңіздер осы, сенбесеңіздер өздеріңіз білесіздер. Төбемде бір Құдай бар, деді ол Инстаграм парақшасында. Айсараның ұтыс ойыны әлеуметтік желіде қазір қызу талқыланып жатыр. Қарапайым ештемеге қатысы жоқ кісі алғанды дұрыс болар еді. Екеуі де таза әртіс қой, жылап, сықтап әртістіктерін көрсетті. Бәріміз жиналып, Дәркенге машина алып бердік пе, ағайын? Күшті қойылым болды. Келінжаннан асып, паталақ болды ғой бұл. Қылышбек жеңгенде болар еді, шайтан арбасын тастайтын. Еркек басымен бір темір үшін еңіреген несі? Әртіс-ай, деп жазды көпшілік адам. Ал Дариға Бадикова өзін сынаған халыққа былай деп жауап береді. Негізгі неден қашсаң, соған тап боласың деген рас екен ғой. Осы ойынды бастағанда таныстарым, туыстарым билет алмаса екен деп тілеп едім. Дәркеннің атын көмекшім Дархан деп қателесіп жазыпты. Енді мына оқиғаны қараңыздар. Дархан деген адам ұтты дегенде танысым емес қой деп бір жеңілдеп қалдым. Сөйтсем Дәркен болып шықты. Ал Дархан деген өзінің қайтыс болған ағасы екен. Көмекшілерім қателесіп жазып қойыпты. Айналып келгенде Дәркеннің бағы болып тұр ғой. Оның үстіне ол бірақ билет алған екен. Алла нәсіп етті деген осы шығар. Ал енді сіз ұта алмасаңыз, еше оны әділ өтпеді деп маған аузына келгенді құсып отырсаңыз, онда пейіліңізден көріңіз. Ниеті ойы таза емес адам ғана ұтпайды.